Саламатсыздар. Жақсы балалар, сендердің соткілеріне, телефондарыңа тапсырма жібердім, қарай қойыңдар. Сол ойларыңа не түседі, соны мынаған жазбасыңдар. Тапсырмаға қарап отырып, жақсы балалар, жаза қойыңдар. Тапсырмадағы берілген тапсырмадағы сөзге жауаптарын тез стикерге жаза қойыңдар. Сосын жазып отырып оқи беріңдер. Балалар, су деген сөз айтылғанда ойларыңа не келді? Айталым. Ылғал деген. Су ол ең басты энергия көзі. Су деген сөзді естігенде менің көзіме су, көлдер, теңіздер елестейді. Жақсы. Сен. Су дегенде менің ойыма су тіршілік көзі, ағыстар, бұлақтар елестеді, иә? Саған? Су дегенде менің ойыма бұлақтар, өзен, көлдер Ойыма келді, сен ойынша? Мен су деген сөзді естігенде ойыма өзен, көлдер Жақсы. Енді балалар, сен тұратын жерде су болмаса не болар еді? Тіршілік көзі жоқ болар. Тіршілік көзі жоқ болар еді. Жақсы. Көптеген энергия көздері Тоқтатылады, тағын, айтамын. жануарлардың өсімдіктер өлетін. Жақсы, жануарларда өсімдіктерде тіршілік болмайтын еді. Өте жақсы. Балалар, олай болса, бүгінгі тақырыбымыз су тіршілік көзі. Қазақстанда өзен, көлдер морфология бөлімі бойынша судың адам өміріндегі маңызы есімдіктің заттық және сандық мағынада қолданылуы. Сабақтың тақырыбын жазып қоя қойыңдар. Дәптерлеріңе сабақтың тақырыбын жазамын. Сабақтың тақырыбын жазайын. Судың адам өміріндегі маңызы нүкте есімдіктің заттық және сандық мағынада қолданылуы. Көріп тұрма тақтадан жазу. Жақсы, балалар, олай болса, қолдарына алдарына тараттым, оқу мақсатын тараттым, қарап шыға қойыңдар. Қазір осыған қарап сабақ мақсатын шығарамыз. Яғни оқу мақсатын оқи қойыңдар, кішкене бір оқыңдар. Жақсы, балалар, бері мәтіннен, бүгінгі оқу мақсаты мәтіннен
негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру. Екінші оқу мақсаты сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есім орнына қолдану. Кәне оқу мақсатында оқы. Мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру. Жақсы, сен оқы. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану. Жақсы, Кәусар. Мәтіннен негізгі және қосымша детальдегі ақпаратты анықтау, түсіндіру. Жақсы. Сосын екінші оқу мақсаты. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану. Жақсы. Оқу мақсатын түсіндік па балалар? Кәне не істеуіміз керек екен? Иә. Жақсы. Тиянақтап кім айтты? Айтты жіберем. Мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпараттарды табуымыз керек. Сосын Есімдіктерді тауып, оларды зат есім, сын есімнің орнына қолдану. қолдануымыз керек. Сен қалай түсіндің? Мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтаймыз және оны түсіндіреміз. Сөйлемдегі есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қоямыз. Қоямыз. Сен қалай түсіндің? Негізгі қосымша детальді ақпаратты анықтап түсіндіреміз. Жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда неге қол жеткізуіміз керек екен қағаздарына жаза қойыңдар, стикерлеріне жаза қойыңдар. Бүгінгі оқу мақсаты бойынша бүгінгі сабақта неге қол жеткізуіміз керек екен? Айтып отырайық, кәне. Бірінші негізгі қосымша детальді ақпарат және түсіндіру. Сосын қолдану. Жақсы. Бүгін не істеу керек екен? Жақсы. Түсіндік қой, олай болса, тақтаға қарайық балалар. Мынадай тапсырма бар. 1, 2, 3, 4, 5 топпыз, Топ тапсырма. Топ бойынша ақылдасып жұмыс жасаймыз. Сендерге беріп қояды, топтық жұмыс. іштерінде топ жетекшісі, жазып жасатып, мәтінді жауап дайындайтын тапсырманы орындаймын.
убакытта бир жыл болуп кетет. Сөйтүп калса эми. Vakit oldu vallahi. Vakit oldu. Sizlerde to'p yetakchilarim var. To'p yetakchilarimning o'zlarining ishini rollerini bo'lib olinglar. Endi buni бағалау parag'ini dayındalып o'tirdilar. Жақсы. Енді қай топтан бастаймыз? Сендер келе ғой. Biz ikkinchi xabarda tang'aliq sababi bu yer qurollar және bu yerda tinchlik ko'zlangan. Жақсы. Bizim tamamen isimlerimiz bol isimleri. Yani o bol stil isimleri. Жақсы. Болды ма? Бағалай. Кім бағалай береді? Айтпады. Мен бірінші топқа толықтай 2 балымды қоямын, өйткені сұраққа бір сөйлеммен жауап берді және есімдікті қатыстырып. Жақсы. Отыра беріңдер. Бағалайсыз ба? Мен толықтай 2 балымды беремін, себебі олар сұраққа бір сөйлеммен жауап берді және сөйлемдерін есімдікті қолданды. Мен бұл топқа 2 балды беремін, себебі олар сұраққа бір сөйлеммен жауап берді және жауабына есімдікті қатыстырды. Мен бұл топқа 2 бал беремін, себебі сұрақтарға бір сөйлеммен жауап берді және жазған жауаптарына есімдікті қолданды. Олай болса, ұпайларыңды белгілеп қоя ойындар, отыра ойындар. Екінші қатарда тұрады. Неліктен? Su басты энергия көзі. Су арқылы жылуды жарықты ғалап тормен жұмыс жасай аламыз. Су болса бізде азық-түлік те болады. Бұл себептен бізге екінші қатардағы сурет ұнады. Біздің есімдігіміз ол бұл сілтеу есімдігі. Жақсы. Бағалай берейік. Бұл топқа мен толықтай 2 балымды беремін, себебі бұл топ сұраққа
Biz söylemeye cevap bere aldı bir var. Cevabına yeşillikte katıldıra aldı bir var. Men bu topqa to'liqdan ikki balonni beramiz. Sizning bo'lgan shartga bir so'zini javob berdi. Ya'ni javoblarni bitta qo'llandim. Men bu topqa bir ball beramiz. Sizga bo'lgan shartga bir so'zini javob bermedi. Biroq javobni esingizda qolsin. Жақсы. Отыра қойыңдар. Қанағаттандыңдар ғой, иә? Дұрыс бағалады да сылтанат. Балалар сөйлемді, балалардың жауабын тыңдап отырыңдар. Мұқият тыңдап отырыңдар. Жаңа мына топ екі сөйлем айтып қойып, оны аңғарған салтанаттың тобы. Сондықтан мұқият тыңдап отырыңдар. Biz ikkinchi qatorдағы suratdan oldik. Sebebi u tishlik ko'zi. Бұл сөйлемдегі есімдіктер біз және ол есімдіктер. Жақсы. Мен бұл топқа толықтай екі бағамды беремін. Себебі бұл топ сөйлемге есімдікті қатыстырды және толықтай нақты жауап берді. Жақсы. Мәдени тобын бағалау керекпіз. Men bu to'pqa екі балымды толықтай беремін. Өйткені сұраққа бір сөйлеммен жауап берді және есімдікті қатыстырып жауап берді. Жақсы. Мен бұл топқа толық екі балды беремін. Себебі олар сұраққа бір сөйлеммен жауап берді және жауабына есімді қатыстырды. Men bu topqa толық екі балды беремін. Сұраққа бір сөйлеммен жауап берді және жауабына есімдікті қатыстырды. Жақсы. Отыра қойыңдар. Балалар, тыңдап отырамыз. Biz үшін екінші қатардағы сөйлем сынағы. Өйткені үшін көзі және ол адамның өзінің өзі. Сол сөйлемдегі есімдік түркі есімдігі. Біз. Балалар, бағаламаймыз ба? Мен бұл топқа бір балл беремін. Өйткені сұраққа бір сөйлеммен жауап бермеді, бірақ жауабына есімдікті қатыстырды. Bir söyleme cevap verdi. Мен бұл топқа бір баға беремін. Себебі бұл бір сөйлемге жауап берді және де сөйлемге есімдікті қатыстырды. Сонда бір бал бола ма? Ол Неше бал бересің? екі баға. Екі бал бересің. Сөйлемге толықтырып айтыңдар. Мен бұл топқа толықтай екі балл беремін. Өйткені олар бір сөйлеме жауап берді және де есімдікті қолданды. Жақсы. Мен бұл топқа толықтай екі балл беремін. Себебі сұраққа бір сөйлеме жауап берді және жауаптарына есімдікті қолданды. Жақсы. Отыра қойыңдар. Ақ топ бар ма? Келіңдер. Бізге ұнаған сурет ол екінші қатар. Бұл судың табиғатқа адамға пайдасы зор және құнарлы. Су тіршілік көзі. Ал бағала берші. Мен бұл топқа бір балл беремін. Себебі олар бір сөйлемге жауап бермеді, бірақ жауаптарына есімдікті қатыстырды. Жақсы. Мен бұл топқа бір баллымды беремін. Өйткені сұраққа бір сөйлеммен жауап бермеді, бірақ жауабына есімдікті қатыстырды. Жақсы. Мен бұл топқа бір баллымды беремін. Себебі олар сұраққа есімдікті қолданды, бірақ бір сөйлемге жауап бермеді. Мен бұл топқа бір балл беремін. Себебі олар бір сөйлеммен нақтылап айтқан жоқ, бірақ жауабына есімдікті қатыстыра алды. Жақсы балалар. Келесі, мына екінші тапсырманы топтық жұмыс тез жасай қоямыз. Екінші тапсырманы орындай қоямыз. Бұны тез орындауымыз керек. Екінші тапсырманы.
шығар. Кел. Шыға алмайындар. Кел. Қалғандар бар, орнынан тұрып айта берсеңдер де олар шықпаяды. Кәне бағалаймыз, балалар мұқтайтында отырып бағалаймыз. Рахат, айта бер. Мәтіндегі ақпарат түрлері үшке бөлінеді. Ол негізгі, қосымша және детальді ақпарат. Негізгі ақпарат мәтіндегі ең басты ойды білдіреді. Қосымша ақпарат мәтінді түрлерді Қалай? Жоқ, айтамын, толықтырыңдар. Қосымша ақпарат ол деген мәтінді толықтырып, жаңа ойлар қосады. Жақсы. Детальді ақпарат дегеніміз ол мәтіндегі нақты ақпаратты ерекшелетіп көрсету. Ерекшелік көрсетіп отыра ғой. Балалар ұпайларын қойып отырыңдар, иә? Иә, айта бер. Иә. Мен бұл топқа сол 2 баллды беремін, себебі бұл ақпарат түрлерін анықтады және қызметін айтады. Мен бұл топқа толықтай 2 балл беремін, себебі ақпарат түрлерін анықтады және қызметін анықтады. Мен бұл топқа толықтай 2 баллды беремін, олар ақпарат түрлерін анықтады және қызметін көрсетті. Мен бұл топқа толықтай 2 балл беремін, себебі ақпарат түрлерін анықтай алды және қызметін Айта алды, иә? Кеттік, сені орындарында отырып айта беріңдер. Орындарында қозғалмай, тұрып айта беріңдер. Негізгі ақпарат мәтіннің негізгі орнына. Қосымша ақпарат негізгі ойға Қалай? Қосымша ақпаратты толық айтты ма? Қосымша ақпарат мәтіннің негізгі ойын толықтырады. Жақсы. Детальді ақпарат мәтінге нақты кездесетін ерекше дерек. Жақсы. Сен отырмысың. Мен бұл топқа толық 2 балл беремін, себебі бұлар ақпарат түрлерін анықтады және қызметін Жақсы. Топқа 2 балл беріп отыр. Мен бұл топқа 2 балл беремін, себебі ақпарат түрлерін неше түрі бар екенін тапты және қызметін анықтады. Жақсы. Мен бұл топқа толықтай 2 балл қоямын, себебі олар ақпарат түрлерін анықтады және олардың қызметін айтты. Мен бұл топқа 2 балл беремін, себебі олар ақпарат түрлерін анықтады және қызметті айтады. Жақсы. Келесі тапсырманы орындадыңдар ма? Тапсырмаларыңды орындар. Отырып айта беріңдер. Ақпарат түрлері үшке бөлінеді, қосымша, негізгі және детальді. Сендер ары қарай жалғастырыңдар. Сендердің ойынша ақпарат айта бер. Ақпарат түрлері үшке бөлінеді. Негізгі ақпарат мәтіннің ең басты ойымен мәтін. Қосымша ақпарат мәтінді толықтырады, бірақ негізгі тақырыптан бөлек деректер. Детальді мәтінге нақты ойы бар. Ойы бар. Сендер айта беріңдер. Ақпараттың үш түрі бар. Қосымша детальді. Негізгі ақпарат дегеніміз мәтіннің негізгі ойымен дәлі. Қосымша ақпарат дегеніміз мәтіннен бөлек, бірақ қосымша ақпараттарды қосып отыратын ақпарат. Детальді ақпарат пен мәтінге нақты көрсетілген ерекше дерек. Жақсы. Ұпайларын белгілі қойыңдар. Мына топтың ұпайын өздеріңе белгілеп қоя қойыңдар, иә? Неше ұпай беріп жатырсыңдар? Айта ғой. Мен бұл топқа толықтай 2 балл беремін, олар негізгі ақпараттарды атады және олардың қызметін айтты. Сендер неше балл беріңдер? Сендер неше балл беріңдер? Мен бұл топқа 2 баллды толықтай беремін, өйткені ақпарат түрлерін анықтады және де олардың қызметтерін атады. Жақсы. Айта бер. Мен бұл топқа толық 2 балл беремін, себебі олар ақпараттар түрлерін атады және олардың қызметтерін атады. Жақсы. Ұпайларыңды балалар бағалап барарынан белгілеп отырыңдар. Енді мына тапсырманы жұмыс болып жасай қойыңдар. Жұмыс болып жасай қойыңдар. Жұмыс болып жасай қойыңдар. Бұған да уақыт бар, бағалар берген 3 минут уақыт. Сізде не? Берген мәтінді сөйлейді. Су тошылуы, су барлықтырауға қажет. Мына жер негізгі ой.
ақша, адам ағзасының 70% судан тұрады. Мына соны белгілерін қойдыңдар ғой, а? Аха. Онда қазір мынаны қай жерге қойдыңдар? Аха. Белгілерін қойып отырсыңдар ма? Oldu mu? Tarsa, tügül yararayız. Қай жұптан бастасақ екен? Алжасы. Қайсардың жұрына бастасақ? Мен су тіршілік көзі екенін түсіндім. Мен адам ағзасының 70% судан тұратынын білдім. Маңызды екенін. Жақсы. Сол белгісін қойдыңдар. Енді келесі тапсырма. Иә. Соны да орындай беріңіз шеш. Жақсы, онда келесін. Бұларыңа екеуіңе де бір-бір ұпайды бердім да. Мен Қазақстанда 85 мыңнан астам өзен бар екенін, маңызды екенін білдім. Маңызды екенін. Біз су барлық ағза қажет. Жақсы. Сендер айта қойыңдар. Су барлық түрі ағзаға қажет. Бұл өте маңызды, сондықтан маңызды белгісін қойдым. Нақты негізгі ақпарат ол су тіршілік көзі болады. Ал қосымша ақпарат Қазақстанда 85 мыңнан астам өзен бар. Детальді ақпарат адам ағзасының 70% судан тұрады. Қараш, мынау деген қосымша ақпаратта. Жоқ му? Су ауыл шаруашылығында пайдаланады. Қосымша ақпараты мынау, су барлық түрі ағзаға қажет дейтіндер, бұлар қосымша ақпараты. Сонда негізгі ақпарат, негізгі ойды білдіріп тұрса, детальді ақпарат деген нақты сандық көрсеткішпен нақты деректі береді. Жақсы, отыра қойыңдар. Ал айта қойыңдар. Мен су тіршілік көзі екенін түсіндім, және ол негізгі ақпарат. Су барлық түрі ағзаға қажет. Су табиғаттағы тепе-теңдікті сақтайды. Бұл қосымша ақпарат. Қосымша ақпарат. Жақсы. Адам ағзасының 70% судан тұратынын маңызды екенін білдім. Және ол детальді ақпарат. Детальді ақпарат. Жақсы. Отыра қойыңдар. Сендер? Мен адам ағзасының 70% сумен тұратынын түсіндім. Ол қай ақпарат? Қандай ақпарат? Детальді ақпарат бар. Айта қойыңдар. Қаттырақ сөйлеші.
қыз екеніміздің, жақсы ақпараттың қай түрін жатқыздың? Детальді ақпарат. Сөйлемді құрап айтыңдар. Сөйлемді құрап айтыңдар. Отыр. Айтамын. Жақсы. Өте жақсы. Су барлық тірі ағзаға қажет. Бұл маңызды. Бұл сөйлемді мен қосымша ақпарат деп қабылдадым. Адам ағзасының 70% судан тұрады. Бұл маңызды. Бұл детальді ақпарат. Жақсы. Отыра қойыңдар. Айтамын. Су тіршілік көзі екенін мен маңызды деп санаймын. Мен адам ағзасының 70% судан тұратынын түсіндім. Бұл детальді ақпарат. Детальді ақпарат. Жақсы. Детальді ақпарат екен таптың да? Отыра ғой. Балалар, ұпайларыңды беріп жатыр. Бәрінде жақсы қатысып отырсыңдар. Сендер айта ойда. Мен Қазақстанда 85 мыңнан астам өзен бар екенін түсіндім. Су барлық тірі ағзаға қажет. Су табиғаттың тепе-теңдігін сақтайды екен, маңызды екенін түсіндім. Жақсы. Енді ақпаратты ажыратып Негізгі ой тұрмай су тіршілік өзі су барлық тірі организм ағзаға қажет. Ал қосымшасы ол су ауыл шаруашылығында пайдаланылады. Детальді адам ағзасында 70% судан тұрады. Жақсы. Отыра қойыңдар. Ал айта қойыңдар. Негізгі ақпарат су тіршілік көзі. Қосымша ақпарат адам ағзасының 70%-ін құрайды. Жақсы. Жақсы. Қазір мына топтан сұрайын. Айта қойыңдар. Біз су барлық тірі ағзаға қажеттілігін түсіндік. Бұл жердегі негізгі ақпарат су тіршілік көзі және де су барлық тірі ағзаға қажеттілігі және де су табиғаттағы тепе-теңдікті сақтайды. Ол бізде негізгі ақпарат. Су ауыл шаруашылығында пайдаланады. Бұл детальді ақпарат. Ал адам ағзасында 70% судан тұрады. Детальді ақпарат Қазақстанда 85 мыңнан астам өзен бар екені бұл қосымша ақпарат. Солай ма? Сен жаңағы мынаны дұрыс айттың ба? Мына 70% судан тұрады дегенді ойланшы. Осы қосымша ақпарат па, детальді ақпарат па? Детальді ақпарат деген не? Анықтап жүрші. Детальді ақпарат. Нақты ақпарат. Ал мына жерде нақты бар ма, әлде қосымша мәлімет беріп тұр ма? Сен ойынша қосымша ма? Ойланшы. Жоқ, апай. Детальді ғой. Неге детальді? Адам ағзасы деген. Нақты дерек бар, Нақты дерек бар. Жақсы, отыра қойыңдар. Енді ары қарай балалар барлығында бұл 3-ші тапсырма бойынша алыну керек ұпайларыңды жинап алдыңдар. Өйткені сендер мәтіннен қосымша ақпаратты ажыраттыңдар және нақты деректі анықтай алдыңдар. Және негізгі ақпарат дегенде, қосымша ақпарат дегенде, детальді ақпарат дегенде соны өздерін ажырата алатындықтарыңды көрсеттіңдер. Оған қоса есімдіктерді де қолданып отырыңдар. Демек, оқу мақсатынан шығып тұрған сабақ мақсатын орындап жатырсыңдар. Мана айттыңдар ғой өздерің, біз неге қол жеткіземіз деп та, соны жасап отырып екенсіңдер. Жасап отырсыңдар. Жақсы. Келесі балалар, жеке тапсырма береді. Ешкімге көрсетпесін. Солай ғой, жеке тапсырманы. Ат жөндерін жазасың ба? Балалар, қолдарына берілген парақшаға жазамыз. Бірінші, тапсырманы оқып алыңдар, түсінікті ма? Кімге түсініксіз? Сұрай қойыңдар.
түсініксіз. Қарап шығыңдар бірінші. Түсініксіздіктер болса сұрақ қойыңдаршы. Қандай сұрақ бар тапсырма бойынша? Әлімжан, сенде қандай сұрақ бар? Бәрі түсінікті ма? Тәзі, олатын. Балалар, тапсырмадағы сөйлем түсінікті ма? Ал бұған 8 минут берілді. Егер 8 минутқа жетпей орындасаңдар, оны тексере береміз. Жақсы. Алла. Болды. Уақыт болды. Кім оқиды? Жақсы. Қазір жинап аламын да, оны өзім тексерем. Сен болдың ба? Қайса болдың? Видео? Үйде орындауға болатын суға қатысты 2 нақты әрекет жаз. Су алып, гүлдерге су құю. Жақсы. Екінші әрекет, ыдыс жуғанда үнемдеп жуу керек. Тамаша. Жақсы. Мектепте орындауға болатын кім оқиды? Жақсы. Қол жуу, тақта сүрту. Ұпайларыңды, тапсырмаларыңды орындап болғаның соң, жинап алғанда соған ұпайларыңды қоямын. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақта манағы стикерге жазыңдар ғой. Бүгінгі сабақта неге қол жеткізіңдер? Соған қол жеткіздіңдер ме? Қарай біліңдер. Кім қол жеткізді? Стикерлеріне бірінші жазыңдар ғой. Не деп жазып едіңдер? Негізде қызметтерді ақпараттарды анықтау керек және оны түсіну керек. Ал оны жасапсың ба? Иә. Сен? Мен бүгін негізі детальді ақпаратты анықтадым және түсіндім. Сосын есімдікті Детальді зат есімінен қойдым. Бүгінгі сабақта негізгі қосымша детальді ақпараттарды түсіндім және есімдікті түсіндірді орындадым. Орынды қолдандың да? Тағы, айтамын. Мен бүгінгі сабақта негізгі қосымша және де детальді ақпаратты анықтап түсіндіруді түсіндім. Және есімдікті сын есімін зат есімінің орнына қойдым. Түсіндің, айтамын. Мен бүгінгі сабақта негізгі және қосымша ақпаратты анықтай алдым және түсіндім. Есімдікті зат есімінің сын есімінің орнына қоя алдым. Балалар, мына бойынша келіп белгілеуге де болады. Екі оқушы келіп белгілеу болады. Видеоға түсіру үшін екі оқушы келіп белгілеу болады. Түсіндіңдер ме? Соны бастың ба? Жақсы. Қазір кім? Жайна, балалар, өте жай бастың, келе ғой. Кел. Қай жерін түсінбедің, соны айтамын. Жақсы. Рахмет, балалар. Сабақ аяқталды, иә? Енді манағы стикерлеріңе өздеріңнің бүгінгі сабақтан алғандарыңды белгілеріңдер, мынағанда белгілеріңдер, жаңағы жеке тапсырманы маған жинақтап бере қойыңдар. Рахмет, осымен сабағымыз аяқталды.